Баршаңызға сәлем. Мың бір кеңес каналында шайдың зияны туралы айтатын боламыз. Сарайыңды ашатын, шаршағанды басатын бұл сусынның қазақтар үшін маңызы зор. Шайға шақыру, шай үстінде, келін шай, бестің шайы деген сияқты сөз тіркестерінен ақ оның біздің өміріміздегі алатын орнын түсінетін боларсыздар. Десек те, ыстық сусынның біршама зиянды жақтарына тоқталып өтейік. Британдық пластикалық хирург Генри Шарп ыстық шайды ішу жұтқыншаққа кері әсерін тигізетінін айтады. Ал кеседен шыққан ыстық бу мұрыннан қан кетуге себепкер болуы әбден мүмкін. Тіпті ыстық шайдың өңеш обырын тудыруы мүмкін деген кей деректер кездеседі. Бірақ ол әлі нақтыланған жоқ. Ыстық сусынның қолайлы температурасы 50-60 градус. Қайнаған суды 5-7 минутқа қоя тұрып ішкеніңіз дұрыс болады. Диетологтар шайды күніне 4-5 шынаяқтан аспайтын мөлшерде ғана ішуге кеңес береді. Шайдың құрамында ауыр металдар бар. Канадалық журналдардың бірінде мынадай қызықты зерттеуді көпшіліктің назарына ұсынды. Онда әлемнің түкпір-түкпірінен шай қалташаларын жинап зерттеген. Белгілі болғандай, шайдың құрамында қорғасын, алюминий, мырыш, кадмийдің аз мөлшері кездескен. Бұл металдар шайдың құрамына топырақ арқылы түскен болуы мүмкін. Кей шай алқаптары зауыт фабрикалардың, электр станцияларының жанында болғандықтан олардың құрамы да өзгеріске ұшыраған. Сондай-ақ шайдың қайнаған суда қанша уақыт тұрғанына да тікелей байланысты. Ғалымдардың айтуынша, шай қалтасын суда 3 минуттан артық ұстамау керек. Сондай-ақ зерттеушілер ақ шайды қолданған дұрыс деп есептейді. Оның жапырақтарын жас кезінде жұлатындықтан құрамына ауыр заттар еніп үлгермейді. Шай бауырға зиянды. Шөптік шай кей гүлді өсімдіктер бөлетін алкалоид токсиндерді бойына жинайды. Бұл токсиндердің жалпы организмге, оның ішінде бауырға аса зиянды екені белгілі. 2015 жылы американдық журнал 44 бала мен аяғы ауыр келіншектерге арналған шөптік шайдың құрамын зерттеп шықты. Сонда олардың 86%-ында алкалоидтар кездескен. Негізінде токсиндердің ересек адамдарға айтарлықтай зияны жоқ десек, кішкентай нәрестелерге, бала емізетін әйелдерге әсері болады, яғни сүт арқылы балаға өтеді. Тамақтан соң шай ішу темірді азайтуы мүмкін. Калифорния университетінің жүргізген зерттеуі тамақтың артынан ішкен шай темірдің организмге сіңуіне кері әсер ететінін дәлелдеді. Бұл темірдің азайып, шашыңыздың түсіп, теріңіздің құрғауына, темірдің анемиясына соқтырады. Сондықтан дәрігерлер тамақтан соң шайды ең кем дегенде 20 минуттан соң ішкен жөн деп есептейді. Сондай-ақ шай ұйқыны қашырады. Бұған кінәлі кофеин мен хош иістендіргіш заттар. Сусындардың сергітетін әсері бар. Қан айналымын жиілетіп, бүйрек үсті бездері адреналин бөліп, орталық жүйке жүйесі мен орталық ми қоза түседі. Таңертеңгілік немесе күндізгі уақытта шай ішу өте керек ақ, тек кешкі уақытта емес. Ұйықтар алдында қатты шай ішкіңіз келсе, шөп қосылмаған сусын мен көк шай ішіңіз. Әлемде күн сайын шамамен 3 миллиард адам шай ішеді екен. Біз бәріміз сүйіп ішетін сусынның пайдалы қасиеттерін білсек те, оның зиянды тұстарына үңіле бермейміз. Сүт қосылған шай талғап ішетін адамдардың сусыны. Алайда шын мәнінде сүтті шайға қосып ішкен қаншалықты дұрыс. Британдық ғалымдардың зерттеуіне жүгінетін болсақ, шын мәнінде сүт шайдың пайдалылығын төмендетіп, оның құрамындағы маңызды антиоксиданттарды 15-20%-ға дейін азайтады екен. Бұл дегеніңіз сүттен бас тарту арқылы адамның денсаулығы едәуір жақсара түседі деген сөз. Сондай-ақ неміс дәрігерлері жүргізген келесі бір зерттеуге сәйкес, сүт қосылған шай жүректің жұмыс істеуіне кері әсерін тигізеді. Себебі сүттің құрамындағы казеиндер шайдың құрамындағы катехиннің концентрациясын төмендетеді, ал ол гипертония дертіне немесе қан қысымының тұрақсыздығына әкеліп соқтырады екен. Дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды солды шай іше беру денсаулыққа зиян.
аш қарынға суық шай ішпейді, себебі ол өт пен асқазанға зиян, бүкіл ағзаны тітіркендіреді. Тағамның алдында шай ішпейді, өйткені шай сілекейді қышқылдандырып, оның дәмін сезуді қиындатады. Мұндай жағдайда ас қорыту қызметінің протеинді сіңіруі уақытша азайып кетеді. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе, жарты сағат күтіңіз. Өйткені шайдың құрамындағы танин, протеин мен темірдің қатқылдануы тағамның сіңімділігін төмендете түседі. Сүт пен шайды араластырып ішу бүйректе тас және құмның жиналуына әкеледі. Салқын шай салқынның сақталуы мен қақырықтың жиналуына әкеледі. Ал тым қою шай құрамындағы кофеин мен танин бас ауруы мен ұйқысыздыққа апаруы мүмкін. Сонымен қатар, тұрып қалған шайда бактериялар көп жиналады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.